Сәлем достар, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді қой етінен жасалатын стейк жасаймыз. Ең алдымен етімізді маринадтап аламыз. Барлығын осылар қойып, аз ғана тұздарын себеміз. Чеснок. Бір күнге немесе кешкісін қойып қойсаңыздар, ертең күні обедке немесе кешкісінге кешкі тамаққа жасауға болады. Өте дәмді, сочный гарнирінен жасайтын боламыз. Оған арналған приправамыз: тұз, такымынша приправа, чеснок және қанты бар. Осылай барлығын маринадтап аламыз. Және 2 қапталына лимон суын құямыз. Болғаннан кейін оның үстіне кішкене соевый соус құямыз. Өйткені етімізді жұмсақ қылады. Дәл осылай маринадтап болды. Енді бетін жауып мұздатқышқа қоямыз. Достар, біз етімізді маринадқа қойып қойдық. Енді біз гарниріне картошкамызды көрсетеміз қалай турау керектігін. Үлкен крупный қылып тураймыз. Және алдын ала духовкамызды қыздырып қоямыз. Дәл осылай барлығын үлкен қылып турап шығамыз. Даже менше болып кетті. Ортасынан. Міне картошкамыз турап болды. Енді және жанына тағы да овощной неміз дейді. Гарнир дейді. Дәл осылай тек қана овощной жасасаңыздар да болады, немесе картошканы да қоссаңыздар болады. Бұны да дәл солай крупный қылып тураймыз. Мен қазір осы овощтарымды неге... Так, енді картошкамызға паприка қосамыз, қара бұрыш, кішкене ғана, және тұз. Енді үстіне сұйық май. Дәл осыны араластырамыз. Енді дәл осы табаға араластырған овощтарымызды, перецтерімізді салып, дәл осылай араластырамыз. Мына картошкамызды духовкаға 180 градусқа 20 минутқа, ол сіздердің духовкаларыңызға байланысты қызарып піскенше қоямыз. Дәл осылай овощымызды да дайындап қойдық. Мен қазір бұны грильницада пісіретін боламын. Мен дәл осылай овощтарымды пісіріп алып жатырмын. Сіздер духовкаға пісіріп алсаңыздар болады. Өте дәмді, сочный болып піседі. Менің бір күн тұрған етім уже дайын, маринадталып тұр. Енді мен қазір пісіретін боламын. Достар, міне менің картошкам уже дайын. Етім пісіп жатыр. Овощтарымды тоже дайындап қойдым. Енді қазір барлығын салатын боламыз. Достар, дәл осындай тамақ дайындап жолдастарыңызды, отбасыларыңызды қуантқыларыңыз келсе, осы рецепттермен жасауыңызға болады. Өте дәмді, нәзік овощтармен жасалған. Барлықтарыңызға, қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.